глобус және географиялық картамен жұмыс. Бүгінгі сабақта градус торының карта мен глобуста қалай бейнеленетінін білесіңдер. Карта мен глобустағы параллельдер мен меридиандарды көрсетуді үйренесіңдер. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын бейне материалға назар аударыңдар. Қазақстан ғарыш саласына о бастан сүрлеуін салған мемлекет. Федор, я заря 1, зажигание. Өйткен алғашқы зымыран ғарышқа біздің елімізден ұшқан болатын. Енді бүгінде әлемдегі әр үшінші зымыран кең байтақ жерімізден көтеріледі. 10 секунд. Параметры системы управления носителя в норме. Сондай Қазақстан жер орбитасын бағындырған 35 елдің қатарына кіреді. Жақында ғана үшінші ғарышкеріміздің ұшуы мемлекетімізді ғарышкері бар санаулы елдің санатына қосты. Сол батырларымыздың есімдері Қазақстан жұртына жақсы таныс. Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетовты мектептегі балаға дейін біледі. Олар жер орбитасына сапар шегіп, қиында күрделі тапсырмаларды орындады. Тың жаңалықтарға жол ашты, ерлік жасады. Мемлекет тарихына алтын әріппен есімдерін жазды. Қазақстанның тұңғыш ғарышкері болып, Тоқтар Әубәкіров атанды. Ол ғарышқа ұшпас бұрын 50 түрлі ұшақтың тізгінін ұстап үлгерген еді. Ал 1994 жылы ғарышқа сапар шеккен Талғат Мұсабаев тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш ғарышкері атанды. Авиация инженері, ең жоғары пилотаж шебері, азаматтық авиация ұшқышы ғарышкерлер құрамына 1990 жылы қабылданған болатын. Мұсабаевтың Мир орбиталық станциясын алғашқы ұшу кезінде электр жүйесінде ақау орын алады. Дәл сол ұшу сапарында Талғат Мұсабаев станцияның сыртқы құрылымын ретке келтіру үшін бірнеше рет ашық ғарышқа шығуға тәуекел етті. Тіпті 11 сағат бойы жұмыс істеген сәттері болғандығын да естен шығарған емес. Сол сапар 127 тәулікке созылған еді. Бұдан кейін де Мұсабаевтың экипажды басқаруымен бірнеше сапарлар ұйымдастырылды. Ол Мир орбиталық станциясын қалпына келтірген алғашқы ғарышкер. Осы еңбегімен ашық ғарышқа шығуға тәуекел еткен ерлігі үшін бірқатар мемлекет марапаттады. Гиннестер рекорды кітабына енді. Бейне материалдан еліміздің ғарышкерлері туралы білдіңдер. Ғарышкер Талғат Мұсабаевтың мына сөзіне назар аударыңдаршы. Жерді ғарыштан көргенде қайран қаласың. Көгілдір ғаламшар өзінің жылуы және жарығымен таң қалдырады деп, жерді ғарыштан көргендегі әсерімен бөліскен. Балалар, глобусты ғарыштан қарағандағы жердің көрінісімен салыстырып көрейік. Глобус пен картаға түсірілген меридиандар мен параллельдер градустық торды құрайды. Жер бетіндегі әр нысанның орнын сол анықтайды. Нысандардың көкжиек тұсын қай жағында орналасқанын және картадағы нысандар арасындағы қашықтықты меридиан мен параллельдер арқылы білуге болады. Солтүстік пен оңтүстік бағыттар меридиандарды, ал батыстан шығысқа қарай орналасқан бағыттар параллельдерді көрсетеді. Глобустың дәл ортасынан көлденең сызық қиып өтеді. Ол экватор деп аталады. Экватор жерді солтүстік және оңтүстік жартышарларға бөліп жатыр. Экватор ең ұзын параллель. Жердің өзінде мұндай сызық жоқ. Оны математикалық жолмен есептеп шығарған. Жердің солтүстік полюсі мен оңтүстік полюсын жалғап жатқан сызықтар меридиандар деп аталады. Солтүстік және оңтүстік бағыттарды осы меридиандар бойынша көрсетеді. Бұл сызықтардың ұзындықтары бірдей. Егер осы сызықтардың кез келгенін бойлап ойша саяхаттасаңдар, жердің солтүстік нүктесі солтүстік полюске, не оңтүстік нүктесі оңтүстік полюске барасыңдар. Экватордан басталатын ара қашықтықтары бірдей сызықтар параллельдер деп аталады. Географиялық координаттар жер бетіндегі кез келген нысанның орнын көрсетеді.
Географиялық координаттар ендік пен бойлықтан тұрады. Экватордың екі жағы 0 градустан 90 градусқа дейінгі аралықта есептеледі. Оларды солтүстік жартышар және оңтүстік жартышар ендік деп атайды. Бойлық 0 градустан 180 градусқа дейін есептеледі. 0 градустағы меридианнан бастап шығыста шығыс бойлық өтеді, ал батыста батыс бойлық өтеді. Еліміздегі қалалардың орналасқан орнын көкжиек тұстарына қарап анықтап көрейік. Мәселен, Нұр-Сұлтан қаласы Жезқазған қаласының солтүстік шығысында орналасқан. Ал Қостанай қаласы Нұр-Сұлтан қаласының солтүстік батыс бағытында орналасқан. Ал Қарағанды қаласы Нұр-Сұлтан қаласының оңтүстік шығыс тұсында орналасқан. Қандайда бір аймақтың орналасуын параллель мен меридиан арқылы білуге болады. Мысалы, Қазақстан аумағын параллель бойымен теңдей екі бөлікке бөлсек, Қазақстанның параллельден жоғары солтүстікке жақын жағы солтүстік бөлігі, ал параллельден төмен жатқан оңтүстікке жақын жағы оңтүстік бөлігі деп аталады. Еліміздің қай бөлігі батыс, қай бөлігі шығыс екенін анықтауда меридиан сызығы көмектеседі. Бұл сызықты картаның ортасынан өткіземіз. Меридианның сол жақтағы бөлігі батыс болса, оң жақтағы бөлігі шығыс болады. Балалар, өздерің тұратын аймақ еліміздің қай бөлігінде орналасқан? Сендерге оны анықтауда көкжиек тұсы мен градус торлары, параллельдер мен меридиандар көмектеседі. Сендер картадан немесе глобустан анықтай аласыңдар ма? Ойланып көріңдер. Балалар, глобус туралы қызықты ақпаратқа назар аударыңдар. Глобус 15 ғасырдан бастап шығарыла бастаған. Ал 17 ғасырда 1 Петрдің тұсында Ресейде ғажайып глобус жасалған. Оның диаметрі 3 метр. Ішіне аспан күмбезін көрсететін планетарий орнатылған. Оған 12 адам еркін жайғасатын болған. Глобус жердің қозғалысын елестетіп, айналып тұрған. Ішіндегі адамдар соған сәйкес аспан күмбезінің өзгерісін бақылап отырған. Ендеше балалар, тапсырмаға кезек берейік. Тұжырымдаманы оның анықтамасымен байланыстырып көріңдер. Полюстерді байланыстыратын доға тәрізді сызықтар. Дұрыс айтасыңдар. Меридиандар деп аталады. Жерді солтүстік және оңтүстік жартышарларға бөлетін шартты сызық экватор деп аталады. Глобус пен картаға түсірілген меридиандар мен параллельдер градустық тор деп аталады. Қазақстанның оңтүстік батыс бөлігінде орналасқан қаланы картадан көрсетіңдер. Нұр-Сұлтан, Шымкент, Семей, Атырау. Мұқият ойланыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Атырау қаласы. Келесі, солтүстік және оңтүстік полюске бірдей қашықтықта шамалап жүргізілген сызықты қалай атайды? Ендік, бойлық және экватор. Дұрыс айтасыңдар, экватор деп аталады. Ендеше балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта градус торының карта мен глобуста қалай бейнеленетінін білдіңдер. Карта мен глобустағы параллельдер мен меридиандарды көрсетуді үйрендіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды.